Bir сұрақ бар еді саған. Болды, тыңдап отырмын. Сен тек бағана исламға қарсысың ба, немесе бүкіл дін бағана? Жоқ, қарсы емеспін. Сенің бір сенімге қарсысың ба? Қарсы емеспін сендерге. Мен сенімен келіспеймін. Түсінбедім, не дейсің? Естілмей қалдым. Қарсы емеспін, келіспеймін сендермен. Бүкіл жалпы сенімге қарсысың бүкіл ба? құдайлармен, бүкіл сенімдермен келіспеймін. Бірақ өзіңнің қазақ ата-бабаңды құрметтейсің. Құрметтейтін аталарым бар, құрметтемейтін аталарым бар. Еш қақтан білесің соны? Құрметтейтін, құрметтемейтін. Енді тарихтан қараймыз ғой, мысалы, қандай адам болған деген сияқты. Кейбір адамдар Сен ата-бабаң атеист болған жоқ қой, мысалы? Ничего, болмаса не болыпты? Сен ата-бабаны қалай құрметтеп жүрсің деп жатқаным ғой. Олар да сенімді ғой, мысалы. Мұсылман исламдық келмей жатып ша. Ата-бабаңды құрметтеу деген сонда миыңды қолданбау ма? Қалай дейсің? Ата-бабаңды құрметтеу деген өзің тұлға болмау ма деймін саған? Миыңды қолданбау ма сонда? Тұлға емес, сен андай Құдайға сенетін адамдарға қарсысың да сен? Соған айтып отырмын. Құдайға сенетін адамдарға қарсысың? Сен сондайсың ғой, Құдайға сенетін адамдарға қарсысың. Не қарызбын? Қарсысың деймін, қарызбын деген жоқ, қарсысың деймін. Қарсы дейді. Қарсы емеспін, мен келіспеймін просто сендермен. Сендер сенбе деп айтып отқан, Құдайға сенбеңдер деп айтып отқан жоқпын ғой сендерге. Сене бер, бірақ мен сендермен келіспеймін да. Енді келіспесең, онда өзің алдың келіспей жүре бер. Сосын енді қарашы, сен ата-бабаңды айтасың да, ата-бабаң қателескен жерін сен ешқашан көрмейсің ба сонда? Қателескен жерін? Әлде ата-бабаң қателеспей ма? Бүкіл адам қателеседі. Енді сол ата-бабаңның қателескен жерін көру үшін сен ата-бабаң сияқты оның копиясы жаңағы немесе бір соның түгел көзқарастарын алып алу керек емес шығар? Мүмкін сен тұлға болуың керек шығар, өзің бір ойлануың керек шығар, ата-бабаң қай жерден қателескен түсіну үшін. Сен сияқты бір жерден келіп ата-бабаңның қателескен жерін айтып осыдан сабақ алайық деп айтып отырса, сен сияқты біреу келіп ата-бабаң оны ұстанбаған ғой, бүйткен ғой деп сөйтіп отырса бола ма сонда? Сен ата-бабаң қай жерден қателесті, сенің ойыңша? Жоқ, ата-бабаң қателеседі де енді. Жоқ, қай жерден қателесті? Ата-бабаң қателесу мүмкін болса, демек сенің жаңағы айтып отқан сөзіңнің мәні жоқ. Ата-бабаңмен барлық жерде келіс деген сөз жоқ. Мағыл. Допустим, мысалы да ертең енді бүкіл сен ислам келмей жатып, жерлеу рәсім болды ғой. Соған қарай, мысалы сен ислам келмей жатып, адамдарды жерлет, бірақ заттарымен жерлет, өздерінің салт дәстүрімен жерледі. Заттарсыз да жерлегендер бар. Заттарсыз да, заттармен де жерледі, әрқайсысы өзінің несіне қарай, салтына қарай. Не үшін жерледі соның бәрін, мысалы? Арғы дүниеге сенгеннен кейін жерледі тұрса? Арғы дүниеге оның ең басты түпкі себебі арғы дүниеге сенуден басталған жоқ. Арғы дүниеге сенгеннен кейін жерледі. Адам жерлеудің ең бірінші себебі арғы дүниеге сенуден басталған жоқ, айналайын. Ойлансай кішкене. Мен саған ата-бабаңды айтып отырмын қазір. Мен саған ата-бабаң бәрі сенің ата-бабаң ғой енді. Мен саған қазақ жерінде өмір сүріп жатқан ата-бабаңды айтып отырмын. Ислам келмей жатып, соны айтып отырмын мен саған. Арғы өмірге сенуге себептері болғанда олар білмейтін нәрсені сен білесің ғой. Енді сен сол заманда сенімнен сәл қателескен болса да, бірақ сенген олар. Сен не ұсынасың? Санаңмен сол замандағы ата-бабаларының санасына қайтуды ұсынып тұрсың ба? Сен әңгімені бір жібере берді екен негізі. Жоқ, сен не айтпақшысың деймін. Біз де сол сияқты, сол жаңағы сақ замандағы ата-бабамыз сияқты арғы дүниеге сенуіміз керек демекшісің ба? Не айтқың келіп тұр? Мен сенің әңгімеңе қарап айтып отырмын. Сен ата-баба салт дәстүрін сақтап қалайық деген әңгімеңе қарап айтып отырмын осы әңгімені. Ата-бабаң саған Құдайға сенуді мұра қылып қалдырған жоқ қой? Нені қалдырды? Мұра қалдырмағанды. Осы нәрсені қалдырды, салт дәстүр неден шығып отыр? Салт дәстүрдің сонда қазақ салт дәстүрдің озығы мен тозығы бар деген сөзді босқа айтқан ба онда?
мына ұят, намыс, ар деген нәрселердің бәрі бір нәрсеге сенгеннен кейін шығып тұрған жоқ қой, оның бәрі. Келіспеймін. Енді келіспеу сенің шаруаң ол. Сонда сен бір нәрсеге сенуден шығатын болса, оның ұят пен намысы, ардың оның негізі жоқ деп тұрсың ба, практикалық? Негізі жоқ деген жоқ, негізі бар деп. Демек оның негізі, оның шынайы өмірдегі негізі арғы өмірге сенімге байланысты емес. Ол кәдімгі шын өмірде, осы өмірдегі дүниелерге байланысты адамның жақсы, жаманы, ұят деген нәрселер. Сен бір нәрсенің ұят екенін қаяқтан білесің сен? Саған үйретпей ма оны? Бақыл, үйретпейді. Ал изначально қаяқтан шықты? Үйретеді саған. Изначально қаяқтан шықты, бір үйретіп маған? Саған үйретеді не нәрсенің ұят екенін. Кім үйретеді? Әке-шешең үйретеді. Әке-шешең кім үйретеді? Ары қарай қолап кете береміз ғой, бесконечно. Бесконечно емес. Бір моментте сол нәрсенің практикалық себебі болған. Неге бұл нәрсе ұят болып саналатынының себебі болған. Жолдың ережелері бір күнде шыққан жоқ қой. Сол сияқты. Ол жолдың ережесі ол. Жолдың ережесі сияқты өмірдегі де ұстанымдар мен түсініктер белгілі бір кезеңдерде белгілі бір оқиғаларға байланысты шыққан. Одан кейін уақыт өте келе адамдар ол нәрсенің практикалық негіздерін ұмытып кеткен, себебі ол жағдайлар өзгеріп кеткен. Бірақ бала шағасына соны дұрыс емес деп айтып кете берген ары қарай. Мысалы, сен қазір үйге қарай жүгірме деген тыйымның не үшін екенін білесің бе? Ол берген әңгіме ғой, үйге қарай жүгірме, сыпырғыны былай түргізіп қойма деген ол берген әңгіме. Мысалы, қазіргі заманда белгілерді ол. Жоқ, қазіргі заманда үйге қарай жүгірме деген нәрсенің негізі бар ма? Ол бергі жағы, ол әшейін, ол қарап тұрсаң мелочь нәрселер олар. Соның мелочын түсіндіріп берші маған, негізі бар ма соның қазір? Енді ол бұрында, ол қатты оғынғанда, қатты қалыптасқан жағдай ол. Адамдардың қазірші? Қазір енді поқы ғой, сен жүгіресің ба, жүгірмейсің ба, ұшып барасың ба үйге. Енді түсіндің ба, жағдайлар бірақ қазірде ата-аналар бар, баласына үйге қарай жүгірме деп айтатын. Бірақ оның негізі қалып кетті ғой, көне заманда жоқ қой ол. Есікті мысалы босаған керме дейді, не үшін кермейсің оны? Білмейін, тұрады. Босағаны керме деген ырымның қайдан шыққанын сен білмейсің. Оның ситуацияларымен бірге ол өзгеріп кеткен. Бірақ бала шағасына солай айтып қалып кеткен. Бүкіл адамдағы тыйымдар мен рұқсат, жақсы, жамандардың түп тамыры сол асыл дәуірлерде. Енді соның бәрін шығып отқан түбі бір емес па? Не түбі? Қалай сенің, мысалы, бағанағы үйге қарай жүгірмеге сенімнің түк қатысы жоқ қой ол тыйымға? Қалай қатысы жоқ? Сенесің ғой сен соған? Мысалы, бұрынғы заманда өмір сүрсең, сен соған сенетінің. Ол нәрсенің сенің тылсымға сенімге қатысын. Қайдағы ол сенімге түк қатысы жоқ, ол просто жүгіріп келе жатқан бала, анау ауылға жаман хабар әкелетін адам жүгіріп келетін болған, содан кейін адамдар қорқып қалмасын деп айтады. Наным сенім осы ол. Тылсымға не қатысы бар оның? Құдайға не қатысы бар? Тылсым деген әңгіме болған жоқ берді. Әңгімен аудара берме шары бер. Тоқта, онда сен арғы өмірге сенімнен байланысты деп бастадың ба сен? Алло, естілмей қалды. Арғы өмірге сенімнен деп бастадың ба? Арғы өмірге сенгеннен кейін жерледі дедім мен саған. Аха, одан кейін нәрселерді. Не нәрсеге сенген соң деп айттың ұят деген нәрселер онда? Ұят, намыс, соның бәрі сенімнен пайда болған. Не нәрсеге деген сенімнен пайда болады? Тәңіршілдік, бағанағы, сондай Құдайға сену деген нәрселер содан пайда болған соның бәрі. Вот, жаңа мен үйтіп айтқан жоқпын деп немене секіріп отырсың онда? Мен саған олай айтқан жоқпын деген жоқ, тура солай айттым мен саған. Мысалы, үйге қарай жүгірме дегеннің Тәңірге не қатысы бар, түсіндірші маған? Енді бір жаман нәрсе болады ғой, соған солай қалыптасқанда. Не қатысы бар Тәңірге оның? Енді может адам қайтыс болды ма, сондай мәселе ғой ол жерде. Ол өмірдегі, тіршіліктегі жағдай ғой, Тәңірге не қатысы бар оның? Енді содан алып тұрған жоқ па сол нәрсені? Неден, Тәңірден ба? Иә. Не қатысы бар Тәңірге, айт енді ол? Наным сенім деп жатырмын ғой саған. Сол Тәңірге наным, жаңағы үйге қарай
жүгірме деген тыйымның тәңірге нанын сенімге не қатысы бар, түсіндірші ал. Осындай жерде бар ғой, өзіңнің қателескеніңді мойындап бір шаг артқа жасайсың, абырой болады ғой, қасарысып өтіріктен келтіре алмасаң да отыра бермей. Адам деген көп жерде жарайды қателесіппін деп бір шаг артқа жасасаң абыройың қалады. Ары қарай дұрыс әңгімелесетін мүмкіндігің қалады. Қасарысып тоң мойын болып отыра бермей. Қате ма? Қате деді, задний берси болды ғой. Адам кім қателеспейді? Мен де 100 қателесем, айтам қателесіп кетіппін деп. Не болыпты оған? Сенікі әйтеуір қайтпау керек болды. Қателесіп кетсең де қайтпау керек. Кемей тұрса да қайтпау керек. Тек қана алға деген болды. Не керегі бар ондай позицияның? Кемей тұр ғой, болды, кемей тұр. Шыға алмайсың о жерде. Анандай адамсыңдар ғой сендер, шахматта мат болып қалсаңдар тақтаны төңкеріп кететін бәлесіңдер ғой. Королің қамалып қалды, болды. Матовый ситуация, корольда жүріс жоқ. Не істейсің енді? Отыра бересің бе, қазір тұра тұр деп. Кептермен шахмат ойнасаң, тақтаны төңкеріп столға түсіп кетеді деген сияқты болды ғой.